Бүгін Тараз мемлекеттік педагогикалық институтында жастар десанты ақпараттық тобының белсенділері студенттермен кездесу өткізді. Басқосуда мемлекет басшысының болашаққа көзқарас, қоғамдық сананы жаңғырту атты бағдарламалық мақаласында айтылғандай, латын әліпбиіне кезең-кезеңімен көшу мәселесін насихаттау және түсіндіру басты назарға алынған болатын. Естеріңізге сала кетейік, 9 қазан күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа қазақ әліпбиінің латын графикасындағы бірыңғай стандартының жобасы ұсынылған болатын. Әліпбидің жаңа жобасы 32 әріптен тұрады. Ондағы қазақи 8 дыбысқа апостроф қолдану ұсынылып отыр. Сондай-ақ и және қысқа и дыбыстары латынның ай әріпіне апостроф жалғану арқылы таңбаланатын болады. Айта кетейік, елбасы мақаласын түсіндіру мақсатында құрылған жастар десанты ақпараттық тобы алдағы уақытта да облысымызға қарасты барлық ауданның жастарымен кездеспекші. Жастар десантын құрудағы басты мақсаты жалпы өңірдегі аудандар мен Тараз қаласында, соның ішінде барлық елді мекендердегі жастардың арасында латын графикасына көшу мәселесін кеңінен түсіндіру, оның ұтымды, тиімді тұстарын жастардың тілімен кең насихаттау мақсатында құрылып отыр.